Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Бүгін 11-ші сабақ импорт және экспорт. Бүгін тақырыбы импорт және экспорт. Енді байқаған шығарсыздар, өткен сабақта біз тесттің параметрін, настройкаларын енгізгенде, сол кезде мен сіздерге бір көрсеткен импорт және экспорт деген осындай командалар бар, параметрлар бар. Сол не үшін керек, не қажет, не үшін қажет, жәндегі қандай бізге көмек жасайтыны бүгін көрсететін болам. Ол үшін, құрметті әріптестер, бастайық. Енді қазір өздеріңіз көресіздер, редактор тестов MyTest Editor. Бұл нағыз жақсы импорт және экспорт деген жақсы нәрсе. Не десек те, мысалы кейбір кезде бізге бір тағы жаңа тест құрастыру уақыты болмағанда, басқа тесттерде мысалы бір жинақ жинауға болады, жинақты жасауға болады. Мысалы, қараңыздар. Сонымен настройка, жаңағы настройкадан бастаймыз. Шрифті біз тағы да айта кетейін. Мен мысалы Times New Roman негізгі 16-шы мөлшермен қоятын, әрқашанда қоям. Times New Roman негізгі 16-шы. Сонымен настройкаларды қойдық, шрифті қойдық. Енді жаңағы импорт деген не? Импорт деген ол жаңағы басқа тесттерден жаңа тестті құрастыру. Сол үшін не істейміз? Файл деген мына үстіңгі, сол жақтағы ең үстіңгі файлға басамыз, файл деген командаға басамыз. Және мына жердегі импорт деген іздеп, мына жерде задание из другого теста, басқа тесттерден тапсырманы алатын боламыз. Ол үшін қазір бізде әйнекше шығады. Әйнекше сондай тесттерді іздейді. Осындай тесттерді іздейді. Бізде енді байқаңыздар, құрметті әріптестер, өткен сабақтарда біз жасағамыз бір 10-шы дискіге, менде мысалы дискіге жаңа тарих УБТ жобасы сабақтары 10-шы сабақта тесттің параметрі. Міне қараңыздар, осы тесттер 9 түрлі тест. Сондықтан да мысалы маған бір жауап тесттен біреу алу керек. Соның үшін соған басамыз. Жаңағы мына жердегі үлкейтеміз. Үлкейткенде снять все, мынау галочкаларды алып тастау үшін снять все деген алып тастау. Сосын мына жердегі қандай сұрақ керек, сол сұрақты біз белгі қоямыз, галочканы қоямыз. Мысалы екі сұрақты белгілеп, окей дейміз, басамыз, добавлено, қосылды екі тапсырма. Болды. Келесі, мысалы тағы да импорт, басқа тесттерін тапсырма. Мысалы көп жауапты тесттерде, мына тесттен бізде біреу керек болатын болса, тағы да, мысалы, енді үлкейтуге болады, немесе керек болмаса, жай алып тастаңыз, немесе снять все, отметить все дейсіз бе, снять все дейсіз бе. Мысалы бір тестті аламыз, бір белгі қоямыз, окей дейміз, міне қосылды. Тағы да айта кетейін, импорт, файл, импорт, задание из другого теста деген. Үшінші ретке келтіретін тест, мынадан біреу тест алайық, снять все, мысалы біреуін аламыз, міне мына алынып, окей. Міне байқаңыз, міне ретке келтіретін тест келіп отыр. Келесі импорт, задание из другого теста. Болды, көп уақыт алмайды. Окей, салыстырмалы тесттен снять все, біреуін аламыз. Окей, міне. Сонымен, міне, 1-2-3 минуттың ішінде байқасаңыздар, біз 5 тапсырма жасадық. Мұнау бізде бір жаңа жиынтық болып шықты. Ол енді, құрметті әріптестер, мысалы, қазір айта кетсек, сіздерде қазір интернетте шын айтқанда қазақша MyTest Қазақстан тарихынан немесе басқа сабақтардан жоқ, айта кететін. Мысалы, Қазақстан тарихынан менде бар, дүниежүзі тарихынан да бар, жиынтықтар бар. Сондықтан да мен кейбір кезде өз әріптестеріме жақын, менімен бірге істейтін, бір мектепте істейтін әріптестерге мен берем. Солар енді өздеріне тақырыпқа сәйкес, мысалы, немесе жаңағы пробаны өткізу үшін осылай менен алып, жаңағы жиынтық тесті Қазақстан тарихынан алып 100 нұсқа бар.
жүз нұсқасы сабақтан кейін осы сабақтың аяқ кезінде мен көрсетемін. Алатын болсаңыздар, менің WhatsApp-ымды білесіздер. Жазып керек болса жазыңыз, сөйлесейік, келісейік. Сонымен міне осындай тесттерді біз жасадық, импорт деген. Ал енді келесі, мына жердегі импорт деген не? Импорт деген не көрдіңіз? Экспорт деген не? От экспорт деген тағы да бір жақсы нәрсе. Ол мына біздің жаңа құрастырған тесттердің біз қағазға, Word-қа аударатын боламыз. Мына олай баса салсақ, бумажный тест, использовать настройки теста екі белгі қою керек. Сонда настройки теста деген, мысалы, жаңа қалай қойды, қалай неттік, солай болу керек. Вывести ответі, жаңа жауаптарды бізге тестке көрсетеді, қосады. Окей, басайық. 1-2 секунд, не байқаңыздар, қазір әйнекше шығады. Не дайын. Сонда не істеу керек? Мына правка, бәрін белгілейміз, выделить все, окей. Копировать. Енді мынаны жауып тастаймыз. Мынаны да сақтаймыз, мысалы. Мынаны сақтағанда, енді жаңа 11-ші сабаққа жаңа тест деп жүрміз. Жаңа тест еттік. Болды. Окей, жабайық. Не, жаңа тест. Енді не істейміз? Жаңа копирование жасадық қой. Жаңа біз сол үшін Word-ты ашамыз. Мысалы, Word документі ашамыз. Word документі ашып, оны ашатын боламыз қазір. Міне ашылды. Міне енді тек қана кәдімгі вставить дейміз. Міне осындай сохранить исходы сол форматированиемен. Міне байқаңыздар. Енді көрсетейін. Жаңағы тесттер. Тесттер осылай болып шыға келді. Word-қа. Мына жерде тек қана форматирование жасайтын боламыз. Форматирование жасау үшін, құрметті әріптестер, мен кейбір кезде бұлай, тест безіменный, тест жай. Мына жерде задание, бұлай істеймін, қазақша болсын деп. Мынаны копировать. Сосын заменить деген бар. Заменить деген команда бар. Задание. Задание мына уже тұр мына жерде. Қазақша тапсырма деп жазам. Тапсырма. Заменить все. Бүкіл жерде задание деген сөз, тапсырма деген сөзге аударылады. Да. Окей. Міне. Байқаңыздар. Тапсырма 1, тапсырма 2 болды. Сосын мына жердегі енді команда орысша вопрос деген сөзді мен алып тастаймын. Тағы да копировать. Бір-бірден алмау үшін тағы да заменить. Вопрос деген сөзді ставить. Алып тастаймын. И мына жерде ештеме жазбай, заменить все деймін. Да, болды. Окей. Осылай болып шыға келеді. Көрдіңіздер ма? Вопрос деген сөз жоқ. Сосын мына жердегі жаңағы 1, 2, 3, 4, 5 деген біз енді үйренгенбіз ғой A, B, C, D, E деп. Олды осылай задание мынамен нетуге болады. Жаңа заменить деген сөз. Мен қазір көрсетемін. Оның алдында бірақ мына жер жауаптарды мен басқа файлға қазір кіргізем. Мына жерін алып тастап, басқа файлға, мына жердегі документ, бір документті ашайын. Так, мына жерде тұра тұрсын. Енді біздің жаңа тестке құрсын. Жаңа 1, 2, 3, 4 деген, тоже солай заменить деген мына жерде сөз бар. Заменить. Жаңа бірді вставить. Мына жерде ағылшын несімен клавиатурын А, пробел. Заменить все дейміз. Да, окей. Міне, көрдіңіз ба? А. Мына жерде А болды. Енді тек қана мынаны тағы 2 белгісі, 2 саны, мына жерде Б дейміз, заменить все. Мен қазір пауза қоя тұрам, содан кейін бүкіл бәрін өткеннен кейін көрсетеймін. Енді түсінікті ғой, сіздерге. Міне сонымен құрметті әріптестер, байқасаңыздар, міне A, B, C, D, E, A, B, C, D, E деп бәрі болды. Ал мына жерде жаңа қараңыздар. Енді мына жерге шын айтқанда
тапсырманың сөзі. Выберите одно из вариантов, 5 вариантов ответа. Оны енді өздеріңіз аударасыз. Мысалы 5 нұсқадан бір жауапты таңдаңыз деген сөзбен. Мына жерде мысалы выберите несколько из 8 вариантов ответа. Бірнеше жауаптан немесе 8 нұсқадан бірнеше жауап табыңыз деген сөз. Сосын укажите порядок следования, ретке келтіріңіз деген сөздерді өзіңіз енді мына тек қана қолмен жазуға болады. Ал мына жерде ретте болса, мына жерде сіздер цифрларды қоясыз. 1, 2 деп осылай, 2, 3, 4, 5. Укажите, соответственно, мынау енді салыстырмалы, сондықтан да салыстырмалы мына жерде былай істейсіздер. Мына жерде сырша болған жерде 1 деп басасыз. 1, 2, 3, 4. Нүкте қоямыз. Содан кейін, мына жерде екеуді бірге, екі бағанаға тұру үшін, мынаны осы жауаптарды жаңа выделение жасап, мына жерде разметка страницы деген бар. Сол разметка страницы колонка, екі колонкаға бөлесіз, екі бағанаға бөлесіз. Бірақ мына жерде сосын 1-2-ні переместить, былай перемещение жасап, сонда осылай сізде шыға келеді. Көрдіңіздер ғой, міне осымен мына енді кішкене жұмыс жасау керек енді. Мына форматированиемен Wordқа форматирование. Но зато бірақ қай жерден алмай, жасамай өзіңіздің авторлық тесті болады. Енді жаңа жауаптарға келейік. Жауаптарда ответ мына жерде қазақша жауаптар деп жазасыздар. Ағылшын тіліндемін. Жаңа верный ответы деген мынаны алып тастайық. Алып тастаушы үшін копировать, мына жерде заменить, вставить, заменить. Все дейміз, окей, кетті. Ой, кешіресіздер. Так. Аш деп болып қалды. Мына ашты алып тастайық. Мына ашты алып тастайық. Заменить все. Окей, да. А мына жердегі 1-2 деген сан, ол жаңағы А, Б, С, Д ол. Сондықтан да Аны қоямыз. Так, жоқ, 1-ді дейміз. 1-ді Аға. Так. Бірақ мына жерде заменить дейміз. Әрбірін енді өзгертесіз. Заменить, 1-ді заменить. Мысалы, ал мына жерде, мына жақтағы, мына бізде реттікке келетін тесттер ғой, сондықтан да реттікке мынаны замена жасамайсыз, мынаны ауыстырмайсыздар. Мына жерде де ауыстырмайсыздар. Тек қана осы бір жауаппен, бірнеше жауаппен ғана болатын болды. Мына А, сосын келесі 2 саны Б-ға ауыстырамыз. Заменить, жоқ, 2 жаңағы жауаптың сұрақтың белгісін не заменяем, найти далее дейміз. Заменить. Болды. А, Б, С болса, 3 болса бізде С бар. 3 деген бар. Шаны Б, С деп жазамыз. Так. Найти далее дейміз. Найти. Тек қана жауаптарды ғана заменить дейміз. Болды. А мына реттіктерді бұлай тек қана қоямыз. 2, 3 қатар қоямыз. Немесе қалдырсаңыз сол бойымен қалдырсаңыздар, сол қалдыра беріңіздер. Мына реттік бұлай болады, бұлай шыға келеді. Ал мына жердегі салыстырмалы бізде, байқаңыздар, салыстырмалы бізде не ғой? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Сонда мына жерде А, Б, С деген сөзді так, жоқ, мына жерде, кешіресіздер, мына жерде біз ауыстырамыз. Мынаны Аға, А, Б, мынау Б, мынау С, мынау Д.
мына жерде 1 деген сан ол b болады. Екіншісі a болады. Қазір көреміз. Қарап отырыңыздар. Үшінші c, төртінші d. Ал мына жерде мысалы бірінші b байқайық. Бірінші b болу керек. Бірінші b кімде кім таңдаңыз. Мысалы бірінші b Құрманғазы, b музыка. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі мына жерде екінші a біржан сал ақын. Дұрыс па? Дұрыс. Осылай кетіресіз. Енді формативқа кішкене біраз уақыт керек болады мынау Word тесті. Ал енді мен жаңа сіздерге айта кеткем, осындай мысалы импорт-экспорт деген тесттерді қалай қолдауға болады. Басқа тесттеріңіз болса, сонда басқа тесттерден өзіңіз жаңа тесттерді, жаңа комплекстарды құрастыруға болады. Ал менде тағы да көрсете кетейін, өзімде барды. Осындай Қазақстан тарихынан қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне жаңа Қазақстан тарихынан УБТ-ға дайындық, ескі тесттер енді бірақ негізгі тест жасауға болады. Ашайық. Ескі 6-шы сыныптан ежелгі Қазақстан тарихы мына жерден, міне 15 нұсқа, ортағы ғасыр 7-ші 18 нұсқа, мысалы 8-ші сынып 20 нұсқа, 9-шы сыныптан кішкене аздау, бірақ 9 нұсқа. Немесе, қазір тағы да көрсетейін. Немесе осындай Қазақстан тарихы УБТ 2020 деген дайындаған. Оның ішінде міне қараңыздар, компакт орындату MyTest бағдарлама, сіздер ол бағдарлама бар. Және Қазақстан тарихы УБТ MyTest бағдарламаның тесттері жинаған әртүрлі 18-19 жылдардың жинаған тесттері, міне байқасаңыздар 100 нұсқа бар. Дайын. Жәндегі осы 100 нұсқа Word тестте экспорт жасаған. Міне осы 100 нұсқа. Және дұрыс жауаптары осыны бөлек. Алатын болсаңыздар, құрметті әріптестер, өзіңізге маған личка WhatsApp-қа жасаңыз, келісеміз. Негізі бағасы, мына жинақтың бағасы 2000 теңге ғана. Ал енді міне құрметті әріптестер, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Кездескенше сау саламат болыңыздар.